Ассалаумағалейкум. Бүгін 1 тамыз 2026 жыл. Мен заңгер әрі медиатор Әмірхан Мұхамбет Андреұлымын. Осы мен Ақтау қаласынан өткен сенбі күні шыққан уақыттарда өзімнің блогымды түсіріп бастаған болатынмын. Түркістан облысы Сайрам ауданы Қарабұлақ селосының жанындағы Әл-Каусар емдеу орталығына бара жатқандығым туралы. Сол уақыттарда түсіріп бара жатқанда барлығын айтып ескерткем, және осы дүйсенбі күнде видео түсіріп Манкент жайындағы жанындағы шипажай деп айта кеттім. Ол уақыттарда түсінікті болу үшін айттым. Осының алдында бір-екі видеода да ол не үшін ондай сөздерді айтқандығым туралы түсіндіріп берген болатын. Және жаңағы комментарияда айтылып жатқан сөздерге жауап беріп жатып айта кеткім келеді. Бұл жерде бір кісілер қымбат екен деген сөздерді айтып жатыр. Мен осының алдында кеше бірсі күні видеолар түсірген уақыттарда өзімнің алып жатқан шипажайларым туралы айтып видеоны нақты көрсеттім. Физиокабинетті, массажды, бассейнді, сосын парафинді түсірдім. Сондай бірнеше ем шараларының бар екендігін айта кеткен. Ендігі таңда біздер осы дүйсенбіден бастап, бүгін сенбі күні 1 тамыз 6 күн бойы ем шараларды алдық. Мысалға біздер енді осының алдында бірнеше жыл бойы Сарыағаш ауданындағы бірнеше шипажайларға болғанбыз. Ол уақыттарда сенбі күні жартылай ем шаралар өткізеді, жексенбі күні мүлдем ешқандай ем шара өткізбейді. Біз барған жерлеріміз солай болды. Енді басқаларында қалай екенін білмеймін. Енді осы Әл-Каусар шипажайында жексенбі күнде ем шаралар өтеді екен. Мысалға біз ертең жексенбі, ертең болатын соңғы күніміз, ертеңнің өзінде де жаңа толыққанды массажды болады екен. Одан қалды бассейн болады екен. Сосын физиокабинеттердің барлығы жасап, барлық ем шаралар өткізіледі екен. Оның барлығы біз сияқты алыстан емделуге келген азаматтарға үлкен көмек. Яғни біз келген бір күніміздің өзі босына өткізбейміз. Тек қарап жатпаймыз. Яғни ем шараларымызды аламыз. Мен осыны айта кеткім келеді. Және бұл жерде мысалға мен сол уақыттарда көрсеттім. Бұл жерде осындай прайстар бар екен. Мынау жасыл парақты прайс, осы мына біз отырған Б корпусының, сосын мынау көк парақты прайс. Бұл дейтін алдымыздағы А корпусының прайс екен. Осы жердегі бірталай ем шаралар бар. Менің пікірімше 28 теңгеге тұратындай. Бірақ әркімнің ойы, әркімнің пікірі әртүрлі, әркім өзі бағасын беріп жатады. Мен тек қана өзімнің алған ем шарамды айта кеткім келеді, түсіндірдім. Осы 4 күн, 5 күн сайын видеоны салып отырдым. Фитобойка туралы мен видеоны салған жоқпын. Енді фитобойканы алып жүрген азаматшалар барлығы біледі. Не нәрсе екенін онда фитобойканың жанында шыққан уақыттары және емдік ваннасы да бар. Сонда қоса айтқым келеді. Яғни соның барлығы 28 теңге. Өзіңіз ойлап қараңыздаршы, массаж, толық массаж жасалынады. Тек қана мысалға бетке, болмаса мойынға емес, толық. Общий массаж дейді ғой енді. Сол массаждың барлығы егерде қай жерде болсын ол арзан тұрмайды. Ал бұл жерде сол 28 теңгенің ішіне кіріп тұрады. Осымен қатар енді жаңа келіп демалам деушілерге келуге ыңғайлы жер деп өзімнің пікірім осындай. Жаңа осы алғашқы видеоларда айтқандағыдай, бұл біз жаңаға Маңғыстау Алматы пойызына мінген уақыттарда Шымкенттен кейінгі Манкент станциясынан түсіп келеміз. Сол және тағы бір ыңғайлы жер бар. Ал енді Сарыағашқа баратын болған жағдайда бұл жаңа Маңғыстау пойызы түнгі сағат 1-ден 40 кеткенде келеді екен. Түндік сағат 1-ден 40 кеткенде Сарыағашқа жету үшін тағы қосымша 1,5 сағат. Сонда сіз таң ата барасыз. Ол әрине қалай болғанда да ыңғайлы жағдай емес. Бірақ әркімнің талғамы әртүрлі. Мен осындай ыңғайлы жерлерін айтып сіздерге түсіндіргім келеді. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Осымен Әл-Каусар туралы жалпы қысқаша видео блогымызды аяқтаймыз. Аман болыңыздар. Сөйлесің ба? Мен сөйлеген жоқпын. Ол біткен жоқ па? Ау? Иә, мынада бар. Қараңыз, сол шашаң аттым. Бай шынақ болу.